Сәлеметсіздер ме студенттер? Дәл қазіргі сабақта біз Озондағы финансы разделіне обзор жасаймыз. Яғни қай ақша қайда кетіп жатыр, возвратқа қанша ақша, комиссия, доставка қанша ақша, өзімізге қанша пайда түсіп жатыр, соны көрсетем да. Бұны обучение кезінде қатты көрсете бермеймін. Бастапқыда бұл бүкіл студенттерде не болып тұрады? Пустой болып тұрады. Одан кейін жұмыс жасап бастағаннан кейін барлығы көріне бастайды. Баллы за скидки деген новыйдан шыққан раздел, оны бөлек сабақ етіп көрсетем. Документы деген жер бар. Документіда біз ешқайсына тиіспейміз негізінде. Компенсация болса, компенсациясы арқылы төлеп берген ақшалардың отчеттары деген сияқты. Бұл жерде акт сверки деген нәрсе бар. 3 айда бір рет Озон бізге документ жіберіп отырады. Бұл жерде новый продавец болған кейін пустойда. 3 айда бір рет акт сверка жіберіп отырады. Бізбен Озонның арасында осынша ақша жүрді 3 айға дейін. Сол рас па, өтірік па деген сияқты. Рас болса принт етіп басасыздар, өтірік болса қайттан обработка жасайды деген сөз. Ары қарай выплата деген жерде сізге отчет кезінде ақша түсетін болса, ожидает оплаты дейді да, сіздің қанша ақша түсірді, соның суммасы жазылып тұрады. Планируемая дата сізге қай күні түседі, счетыңыз деген сияқты осындай данныйлар жазылып тұрады. Сізге отчет шықты группада жазады, например, отчет шықты Озонға ақша түсті деген кезде сіз осы жердегі выплатаны кіріп қарауыңыз керек деген сөз. Одан кейін начисление деген сөз бар. Начисление деген сөзде осы уақытқа дейін қай отчеттарда жұмыс жасадыңыз, соны көріп отырасыз. Указать промежуток. Мына кісіге бір рет отчет шыққан екен. Отчеттар осылай көрініп тұрады. 1 ноябрьден 15 ноябрьге дейін да. Енді осы жерде все деген бар, заказы, возвраты, отмен, дополнительные услуги, причисление, компенсация, прочее деген нәрсе бар. Все дегенде барлығы араласып кеткен, байқасаңыздар. Енді араластырмай былай көрсетем. Заказы деген жерде сіздің товарыңыз саттыңыз и қолыңызға түсетін ақшаның қанша процент комиссия, доставка кетті, соны көресіз. Міне, заказы деген жерде доставка покупателю дегеннің барлығы сіздің товарыңыз клиенттің қолына жетті деген сөз. Today сатқансыз, например, 1200 рубльге саттыңыз, 1200 рубльден 216 рубль 18%, яғни комиссияға ұстап қалды, 166 рубль доставкаға ұстап қалды, одан сізге 818 рубль түсірді деген сөз. Ары қарай сіз осыдан кейін не істейсіз? Калькуляторды ашасыз да. 818 рубліңіз қанша болады? 818 көбейтілген 5. 4090 теңге. Осыдан минус етіп алып тастайсыз. 3% сізден налогқа төлейсіз ақша түскен кезде. Одан кейін 300 теңге упаковкаға төлейсіз. Одан кейін сіз бұны немен жіберіп отырсыз айтпақшы? Рекламамен жіберіп отырсыз. Кешіріңіздер, 4090 есіме шығып кетті. Минус дейсті, 10% рекламаға кетіп жатыр. Оның ақшасын бөлек алып жатыр да. Эквайрингтің ақшасы бар одан. Так, эквайрингтің ақшасы бір жақта былай есептейік. 10% реклама, 11-де 5 болса эквайрингтің қосамыз. 11-де 5-ке. Так, 11-де 5-ке общий 3% қосқан кезде налогты 14-де 5% алып тастаймыз. 14-де 5% общий алып тастаймыз. Одан кейін, яғни түсініңіздер ғой, рекламаның ақшасын алып тастадым, 3%, налогтың ақшасын алып тастадым, эквайрингтің ақшасын алып тастадым, 1-де 5%. Одан соң осы қалды. Осыдан кейін біз минус дейміз да, 3496. Минус 300 теңге. Упаковканың ақшасы, одан кейін бұл товар тұрады 1750 теңге. Сол кезде бұл товардан 1446 теңге маған пайда түсіп тұр екен. Мынаған сатсам 1446 теңге пайда түсіп тұр екен. Дәл солай әр товардың ценасын есептеп көріңіздер. Пайда түсіп жатыр ма? Түсіп жатқан жоқ па? Түспесе осы жерден, онда сіз ценаны көтеруіңіз керек деген сөз да. Дәл осылай товарларыңыздың ақшасын көріп отырасыздар, қанша түсіп жатыр деген сияқты. Одан кейін возврат отмены. Возврат отменыға кірсеңіздер, егерде за продажу или возврат десе, қолына барған
барып болғаннан кейін ақшасын түсірген и ашып көргенде ары қарай өзіне ұнамағаннан кейін қайтадан түсірген ақшаны қайтадан алып алғанда, түсініңіздер ма? Сол кезде осылай минус болып тұрады. Иногда бар, мына жерде ақша тұрмайды, только 63 рубль дейді да. Бұл кезде жолда кетіп бара жатып возврат жасайды да адамдарша. Сол кезде осы жерден минус ұстап қалады. Мына жерде тоже сондай. Жолда кетіп бара жатып ақшасын алып алады. Мына жерде тоже сондай. Қолына барып тұрып возврат жасағандардікі осылай көрінеді. Ал былай обычно возврат жасағандардікі осылай көрінеді. Міне осылай көрінеді. Бұл возврат отменаға кеткен ақшалар. Соны көресіздер. Дополнительные услуги. Егерде сізде бір отчеттіған бір периодтың ақшасын көрсетіп отырмын ғой, басқа бір периодтарды көру керек болса, мына жерде спискасы тұрады, соны басып көре бересіздер. Дополнительные услугиді басасыздар одан кейін. Дополнительные услуги сізде міне продвижение в поиске реклама қостыңыздар ғой. Рекламамен күндегісін күнде алып отырады. Міне 11-бірінен бастап алған, біріне 643 рубль ақша алған. Ол деген сөз бір товарға 6000 рубльге, 1000 рубльге сатсаңыз, 10% 60 рубль болады, Так. 100 рубль болады. 1000 рубльдікі 100 рубль болады. 100 рубльдан 6 заказ әкеп берсе, 643 рубль алып қалады деген сөз. Мысалы, 120 рубль, 110 рубльдан алып қалу мүмкін, каждый товардан рекламаға. Товардың ақшасы клиентке жетпей жатып, қолына сізге түспей жатып, бұлар рекламаның ақшасын алдын ала алып отыра береді. Соны түсіну керек та. Одан кейін минус болып кете бересіз да. Одан кейін ғана сіз товардың ақшасы жеткеннен кейін плюсқа айналады. Міне, бір күндікін полный бірге алады. 10 заказ келсе 1000 рубль алады. 6 заказ келсе 600 рубль алады деген сияқты күндегісін күнде алып отырады. Бұл датамен алады. Міне 2 күнге алған, мына 3 күнге алған, міне күнде 6 заказдан түсіп отыра берген. Мына күні бір примерно 4 заказ түсіп қалған, мына бір күні примерно 1 заказ түсіп қалған деген сияқты. Ары қарай міне көрдіңіздер ма? Мына жерде 13 заказ әкеп берген реклама, мына жерде бір 17 заказ әкеп берген реклама деген сияқты. Солай примерно қарап отыра берсеңіздер болады. Негізі ар жақтан рекламадан тоже көрсетемін негізі қанша ақша алып жатқан. Но фактически бір күнге рекламаға қанша ақша кетті, соны көру үшін осы жерден көресіздер. Продвижение в поиске 8 күнге 695 рубль ақша алыпты. Тура солай алған ақшалардың барлығын көріп отырасыздар. Так, перечисление керек емес. Компенсация бұл жоғалған товарларыңыздың ақшасын аударатын кезде осы жерге түседі. Жалпы ең керек нәрсе осы начисление. Қанша ақша қайда кетті, возвратқа қанша ақша алды, рекламаға қанша ақша алды, соның барлығын осы начислениядан көресіздер. Ары қарай список отчетта общий отчет бойынша қанша түсті, мына жерден емес, негізі мына жерден көрген абзалары. Баланс на сегодня да толығырақ көрінеді. Баланс на сегодня дейді. Осыған дейін бұда баланс на начало периода. Бұл отчет біріне шықты ғой, біріне дейін рекламаның ақшасын алып отырған минус 7000 рубль рекламаға кеткен. Одан кейін бұның товары қолына, осы отчет бойынша қолына жеткен 27000 рубль товары қолына жеткен клиенттің, сол суммадан 4300 комиссия мен логистика алып отырған. Одан кейін мына жерде жолда барып келе жатқан, жаңағы қолына тиіп возврат болған товарлардың ақшасы осынша рубль болып тұр. Соны алып қалған, мына минусталған, мына минусталған. Одан кейін маркетингі услуги деп көрсетеді рекламаның ақшасын, общий көрсетеді да бұл жерде. Точно қай күнге қанша екенін көрсетпейді, общий көрсетеді. Осының ақшасын алып қалған. И оплата эквайринга. Бағанағы общий суммадан 1,5% ақшасы бар ғой, соның ақшасын да ұстап алады. Сол минустардың барлығын жауып, мына минустардың барлығын жауып, 27000 рубльдан 22000 рубль оған кетсе, общий 22000 рубльдан мына минустардың барлығын алып тастағанда 3707 рубль жиналып тұр деген сөз. Негізі соңында осы рубльге қарайсыздар. Осы жердегі рубль уже 45000, 50000 рубль болса, сізге отчет кезінде ақша түседі деген сөз.
есб қараңыздар 3707 рубль тұр, иә. Осы жерде 50 000 рубль тұратын болса, алдағы отчетта 15 күн отчет шығады, ақша түседі деп күте берсеңіздер болады. Но осымен қарайсыздар, баланс на сегодня. Баланс на сегодня деген жер бар. Телефонда да бар ол, ноутбукта да бар. Осы жердегі суммамен қарайсыздар. Детально қарау үшін начислениядан қарайсыздар. Финансы разделына обзор дегеніміз осы. Оплата эквайринга, мені көрдіңіздер ма? 20 рубль алып тұр. Оплата эквайринга Шанель духи сатып атсыз, 5-1 набор, иә. Ол суммасынан 18 рубль, 22 рубль деген сияқты эквайринг, яғни банктен ақша алып қалған комиссиясын бізден алып отырады. Міне эквайринг деген ақшалары. Осының барлығы минус болып жазыла береді да, товарлардың барлығы қолына жеткен сайын плюске аударыла береді. Бұл минустан қорықпау керек. Новый продавец кіргенде минуспен кіреді да, ары қарай товардың ақшасы жеткеннен кейін ғана плюске айналады. Осыны ескеру керек.